Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін ауызашарға өте жеңіл, әрі тойымды, әрі тез жасалатын салат түрін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге тарелкамыздың көлеміне байланысты 2 дана кішілеу қияр қолдандым. Немесе сіздерде қиярларыңыз үлкен көлемде болатын болса, онда бір ғана қияр жеткілікті. Осылай қиярды ұзынша етіп және ортасынан кесіп 4 бұрышты көлемде жақсылап турап алатын боламыз. Бұл салатты әркім әртүрлі жасайды, құрамын да әртүрлі ғып өзгертсе болады. Қойылған картошка, қайнатылған жүгері, сыр және де икра қолдансаңыздар да болады. Біз осы салатты өте жиі жасаймыз. Біздің ең сүйікті салаттарымыздың бірі. Және колбаса немесе колбаса болмағандықтан сапасы өте жақсы сосиска қолдандым. Осылай ұзынша етіп 4 бұрышты көлемде турап алатын боламын. Осылай турап, осылай шақ деген сосиска түрін қолдандым. Осылай 2 данасы жеткілікті. Кесіп тарелкамыздың бір бөлігіне саламыз. Бұл салатты барлығы дерлік біледі. Осы видеоны көрсеңіздер, мені қолдап, тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Қазақша контенттің дамуына үлес қосыңыздар. Және де арнамда өте көптеген видео рецепттер бар. Бір жасағаннан шығатын және үйдегі қарапайым заттармен жасалынады. Орташа көлемде бір қызанақ жеткілікті. Өте тойымды салат. Осылай ұзынша етіп, 4 бұрышты етіп турап аламыз. Осы жүгерінің банвель түрі жақсы. Осы түрін қолдансаңыздар болады. Осылай бір бөлігіне жүгері қолдандым, консервленген. Барлығын бірдей көлемде етіп жайғастырып шықтым. Құрамын әртүрлі етіп өзгертсеңіздер де болады. Осылай крешкиді дөңгелетіп барлық бөлігіне орналастырып шықтым. Шеңбер тәріздес етіп. Осылай крешкимен барлық шетін дөңгелетіп отырып сәндеп шықтым. Және ортасына осылай майонез септім. Көз мөлшерімен. Және де жақындарыңызға ұсынсаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын.